Міне біздің светіміздің сиқы осы. Балдар сабақ оқи алмайды. Сабақ оқыған кезде осындай свет жағып, фонарь ұстап тұрамыз. Обал балдарға. Қызылорданың Жангелдин және Ахметов көшелеріндегі ондаған тұрғын 20 жылдан бергі күніміз осы дейді. Олардың сөзінше кешкісі мектептен келген балалары ойыншыққа емес, шамға таласады. Свет нашар, сабақ оқи алмаймыз. Түнде көзіміз ауырады. Сабақты зорға деп оқимыз. Тұрғындар электр кернеуінің әлсіздігінен техникамызда күйіп жатыр деп қапаланады. Холодильникпенен компьютерді ұстап тұратын стабилизатордың екеуі де күйіп кетті. Екі холодильник күйіп кетті. Новый холодильнигімнің өзіне 27 мыңға мен бір жыл болмай жатып моторын ауыстырдым. Кешке қарай сағат 5-тен кейін я компьютер қосамаймыз, я телевизор қосамаймыз. Өтек боса да қосылмайды. Екі көше бойындағы электр бағандардың тозығы жеткен тұрғындар жел тұрса шайқалады деп шағымдансақ та билік әлі ауыстырып бермеді дейді. Бұл собыны құрғанымызға 35 жыл болды. Содан бері неше рет мен осы қазір құлайын деп тұр. Енді біреу болмаса біреуге жазым болама деп уайымдап жүрміз. Қалалық шетке жаңағыдай арыз бергенмін, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Не істеуге болады сонда? Или бір өлу керек осы жерде. Сол ғана қалды, енді одан басқа ештеме жоқ. Жарыққа жауапты мекеме биыл бірнеше көшенің электр сымдарын жаңартамыз дейді. Бірақ тұрғындары шағымданып отырған екі көшедегі жағдай биыл өзгереме деген сұраққа жауап берген жоқ. Биыл осы модернизация жүріп жатыр, әуе желілеріне байланысты жаңғыртуға. Соның аясында біз сол жерде көшелердің бірсыпырасын ауыстырамыз, жаңғыртамыз. Содан шыққан материалдарымызды әрі қарай жаңағыдай самострой бар жерлерді, әлсіз жерлерді, арыс шарге жіберген жерлерге біз жоспарлап отырмыз жұмыс жүргізуге. Күнде кешке балаушамен отырған тұрғындар қыс келсе күніміз бұдан да қиындайды ғой деп уайымдайды. Ресми мәліметтерге сәйкес Қызылорда облысы Қазақстандағы электр энергиясына мұқтаж және қымбат аймақтардың алғашқы бестігіне кіреді. Нұргүл Тапаева, Аян Қалмұрат, Оңғар Саймосаев, Азат Ньюс.